Қайырлы кеш Ақтау. Қарт Каспийдің жағалауынан сіздермен бірге Ақтау Лайф. Арма қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде теңіз жағалауында 4-ші шағын ауданда тұрмыз. Бұл жақтың ауа райы өздеріңіз көріп тұрғандай күн шығып тұр. Самал, айта кетейікші, осыдан бір жарты сағат бұрын эфирге дайындық барысында біз кішкене қобалжыдық. Әрине. Себебі ауа райы салқын болды, күн жауып тұрды. Және біз қазір теңіз жағалауында мүмкін ешкім жоқ шығар деп ойладық, Осыдан жарты сағат бұрын шынымен де жаңбыр жауып, жел болып, шынымен де бізге бір қиындықтар тудыру мүмкін сияқты көрінген. Дегенмен бүгін біздің арнайы Ақтау Лайфымыз үшін табиғаттың өзі бір қарасып тұрғандай. Күн де шықты, бұл жақтағы адам саны да көбейіп кетті. Және біз қазір сұхбат жүргізетін боламыз. Және біз айта кетейік, біздің қолымызда біздің демеушіміз Майкейк кондитерлік үйі ұсынған тәттілеріміз бар. Біз қала тұрғындары және қала қонақтарымен сұхбат жүргізіп, сұрақ қоятын боламыз, немесе ойындар ойнаймыз, Неше біз бастайық? Бастайық, қазір біз жүріп келе жатырмыз. Алдымызда мүмкін біреу кездесіп қалар. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Қайырлы кеш. Қалайсыз, амансыз ба? Жақсы, өте жақсы. Ең әуелі сұрағымызды, Ақтау қаласының тұрғынысыз ба? Жоқ, мен Атырау облысы Құлсары қаласынан келдік бүгін. Керемет. Ақтау қаласында қандай мақсатпен келдіңіз? Мен сіңілімнің туған күні, соны құттықтау үшін сюрприз болып келгенбіз. Ақтауға нешінші рет келдіңіз? Жалпы келіп жүрміз. Біршама рет келдік. Жалпы енді шет елдерді аралап тұрасыз ба? Біз жақында Турциядан келдік, осы 19-ында. Осыны аяқты келіп салыстырып жатырмын да. Вообще керемет сезімде болатын, даже күннің өзі шығып, бұлт аспан ашылып, өте әдемі көрініс болады. Мен мына жерге келмеппін бұрын, қанша келіп жүрсем де да. Кәдімгі шетел болып тұр ғой, шетелский вайб болып тұр. Енді айтыңызшы, жаңа біз көріп эмоцияны шығармайтын адаммын да, бірақ мынаны көріп вообще эмоция шығармау мүмкін емес. Енді біз жаңа айтып жатырмыз, біздің бағдарлама тікелей эфирде болғаннан кейін расымен де біз қобалжыдық. Қазір тікелей эфир бола ма, болмай ма, теңіз жағасында адамдар бола ма деген сияқты да, күн салқын өйткені. Десе де біз қазір келдік, мұнда адам өте көп, тіпті өзіңіз айтқандай күн шығып кетті. Енді сұрақ қойғыңыз келіп тұр, кішкене алға қарай жүрейік, біз операторымызға да көрінейік, күннің қалай шығып тұрғанын көрсетейік. Жалпы, енді жаңа айтып қалдыңыз, шетелде болып жүрмін, жақында ғана Түркиядан келдім деп. Жалпы Ақтау қаласына қыдырып келетін жандар не үшін келу керек? 5 себеп айтыңызшы. Меніңше, бірінші енді Ақтау жас қала, өте қарқынды дамып келе жатыр. Барлық жастар осы жаққа құштар деп ойлаймын. Мен өзім 11-ші сынып бұйырса бітірейін деп отырмын тілектерімді. Біз выпускной емес, именно осы Ақтау қаласына как турист ретінде 5 күнге қонаққа келіп, осы жақтың керемет табиғатын тамашалап қыдыратын боламыз. Бұл қандай керемет нәрсе, Біз бұйырса июньнің 27-сінде 11-ші В сынып Құлсары қаласы номер 21-ші мектептен. Сәлем. Алдағы уақытта аманшылық болса келеміз деген ниет құрып жоспар жасап қойдық. 11-ші сыныпта аяқтаған кездегі мерекелік кештеріңізді Ақтауда өткізейін деп тұрсыздар. Осы жаққа айырбастадық. Бәрекелді. Бұл енді сіз 1-2 себебін айттық деп есептейік, тағы не үшін келу керек? Енді бірінші әдемі теңіз үшін, енді барлық адамдар теңіз үшін келеді деп ойлаймын. Теңіздің енді бір шипалық қасиеті бар, әдемілігі бар. Енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес енді. Сіздің эмоцияңызға қарап, қазір теңіз, жалпы Ақтау қаласы дәл қазіргі сәтте, міне өзіміз қайта-қайта айтып жатырмыз, күн шықты, күн әдемі болып тұр деп. Шағала көрмейтін мен бұрын. Бірінші мен Ақтаудан аққуларында көргім келген. Міне оператор біздің көрсетсе. Бір күні бұйырса, сол Ақтаулар аққу үшін де арнайы келетін болам. Әлі живой көрген жоқпын Ақтауды. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, Түркия еліне барып келдім деп. Бәлкім де шағалаларды көріп сол елді еске түсірдім. Ауылмай кеттік кәдімгідей. Енді жақтен шағала өте көп. Өте көп, және олар адамнан қорықпайды. Ойлайтын болдым, неге біздің Ақтауда жоқ деп. Олар андай қолға үйретіп, арнайы бір тағамдар беріп, солай істеген сияқты, үйір қылған сияқты. Потому что өте көп, сосын адамнан қорықпайды. Әдемі кадрлар күшті жасауға болады да. Шынымен де сіз қазір шағалаға алаңдап тұрсыз. Енді жақтан көріп қуанып жатырмын. Айтып кетейікші сізге, жақында ғана, енді қыс мезгілі кезінде біздің қаламызда аққу өте көп болды, және ол көп болған жер міне дәл осы жер. Осы міне 1-ші шағын аудан, теңіз жағалауында аққу өте көп болды. Әне аққу тіпті көріп тұрсыз ба? Әне
сізге қараңызшы. Қазір осы жерден шыққаннан кейін келіңіз, әне гештальт жабылды сізде. Бір емес, Екі аққу үш аққу менің көзіммен көрініп тұрғаны. Көріп тұрсыз ба? меніңше осы жерден шыққаннан кейін сіздің қай жаққа баратыныңызбен жобалап білетін секілдімін. Мен сезіп тұрмын деші. Міне аққуды да көрдіңіз, қандай керемет, иә? Погоданың өзі жылынып кеткен сияқты, мана кішкене салқын болған. Аха. Енді Біздің неміз күшті болды енді. ниетіңізші. Иә, ниетіміз де, көңіл күйіміз де барлығы күшті болып кеткен. Біздің қолымызда. Енді Енді былай жасайық. Сіз күткен жоқпын деп жатырсыз ғой. Біз тікелей эфирде екенімізді көрсете аламыз ба? Айта кетіңіздерші. Инстаграм желісін қазір ашсаңыз, телефоныңызды алып, өзіңізді қазір көретін боласыз. Біз енді тікелей сюрприз болып жатыр да. Жалпы тосын сый жасаудан шаршамаймыз. Біздің өзіміз негізі ниетіміз тосын сый жасау болған. Соның есебіне Аллах тағала бізді қуантып жатқан шығар. Сіздер әлі тосын сыйды жасағансыз? Жасадық таңертең жасап келіп. Қандай? Маңғыстау деп жаза қойыңыз. Маңғыстау ТВ. Қазір міне шығатын шығар. Міне. Тікелей эфир. Міне. Қазір осыны ашып жіберейік. Вау! Круто. Міне біз көрсетейік. Күшті. Камераға көрсете кетсек. Нені қарап жүретін боламын. Осы нені парақшаны алады. Біздің парақшамызға тіркеліңіздер. Біздің сіздерге берер қызығымыз өте көп негізі. Бір-екі енді секундтар. Керемет. Иә, бірден біздің каналға қосылып қойып жатырсыз. Енді сіз қазір мұнда сізді күтіп тұрған, жаныңызда жүрген жандар бар. Ортаға шақырайықшы. Анам бар, сосын келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш, қалайсыз? Келіңіз. Енді қазір көріп тұрмыз, апа, қызыңыздың көңіл күйін. Иә, қуанып тұрмын ең. Жүрегі жарылып тұр. Ақтау сізге ұнап жатыр ма? Теңізге бірінші рет келгенде. Ақтау бұрыннан да ұнайды, бұрында да келіп жүрмін ғой. Жақсы, өте керемет. Енді бізді көріп отырған көрерменге Ақтауға келуге шақырсаңыз қандай сөздермен? Барлық көрермендерді, басқа жақтан келген қонақтарды міндетті түрде осы теңізге келуге шақырамын. Себебі көңіл күйлеріңіз көтеріліп, жақсы демалып қайтасыздар. Сіз не айтасыз? Өте керемет болды бүгін. Анама толық қосамын. Керемет, енді Гүлзада қазақ жалпы қонағын құр қайтармаған халық. Иә. Ендеше қонақтарымызға бір азын-аулақ сыйлығымыз бар. Ақтауға келген себебі мына жиенім бар еді. 7-ші сыныпта оқитын. Айназым деген. Болат Айназым деген. Сол мана Астанаға шәкәрім оқуларынан екінші жеңісті орынды алып келді, жүлделі орынды. Құттықтаймыз. Жүрегім жарылғаннан келдім, сол жиенімді құттықтайын деп бір жағынан. Бәрекелді. Иә, өте бір жақсы күн болды бүгін. Неше күннен бері кеше күтіп алып жатыр. Барлық сол кітапхананың ұжымына рахмет айтамын, осы облыстың басшылары күтіп алып бәрі шығып жақсы. Жастар орталығы да жаңағы. Жиеніміздің қуанышымыз, сіңіліміздің. Біз шын жүректен құттықтаймыз жиеніңізді. Жаман қуанып кетті, кішкентай бала ғой, жүрегі жарылып. Шәкәрім оқуларын жаттап. Екінші орын жүлделі облысқа кетті, Маңғыстауға. Әрине, бұл біз үшін де таудай болсын жиенім деп. Қуанғаннан келдік. Енді қазір қуанып тұр екенсіздер, үйге барып тәттімен шай ішесіздер. Міне бұл біздің Майки кондитерлік үйі ұсынған осындай тәттілеріміз. Бұл жерде міне қараңыз, бұл жерде Ақтау Лайф деп арнайы біздің бағдарламаның аты да жазылған. Біз Акрас төртеуміз жүргенбіз. Иә, төртеуіңіз мына жерде кофейня да бар, өзіңіз көрсеңіз, теңіз жағалауында соған барып. Иә, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Иә, біз енді бірге суретке түсейік, иә? Самал, қарай ғой. Қандай керемет, иә, Ақтау қаласына қонақ болып келіп. Жиі келіңіздер, біз сіздерді күтеміз тағы да. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге көп-көп. Рахмет. Иә, қандай керемет, иә, Самал, қараш, адамның ниеті деген қандай күшті. Жаңа ғана біздің Құлсарыдан келген қонағымыз айтып жатты. Аққуды көру енді менің арманым деп, иә? Аққуды да көрдік. Әрине, адамның ниетіне байланысты. Себебі қараңызшы. Қыс мезгілінде болады деп айтып жатқанда. Қазір көктем мезгіл дегенмен аққуларымыз да. Сәлематсыз ба? Сізді сөзге тартсақ болады ма? Қонаққа келдіңіздер, жарайды. Сәлематсыздар ма? Қош келдіңіздер Ақтау қаласына. Иә, бұнда ауа райы шынымен де өте мен үшін күшті болып тұр. Және жаңағы апамыздың көңіл күйді біздің көтеріп жіберді. Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар ма?
Қайырлы кеш. Қалайсыз? Жақсы. Жақсыз ба? Ұялмаңыз, қысылмаңыз. Есіміңіз кім болады? Алиям. Әлем. Біз Маңғыстау телеарнасы Ақтау Лайф деген бағдарлама. Қазір біз тікелей эфирдеміз. Біз қала тұрғындарымен, қала қонақтарымен сұхбаттасып, келе ғой, ұялма, кел ортаға тұра ғой. Сұхбаттасып, сұрақтар қойғымыз келеді, және біздің көңілімізден шықсаңыз, біздің сізге арнайы тәттілеріміз бар. Ақтау қаласының тұрғынысыз ғой? Иә, Ақтау қаласының тұрғынымын. Енді қазір көріп тұрмыз, мұнда адамдар өте көп, күн салқын болса да. Сіз қызыңыз ғой, қасыңыздағы? Өзіңіздің? Айлин. Айда? Айлин. Айлин нешеде? 9-да. 9-да. Енді Ақтау қаласын біз басқа жақтан көріп отырған көрермен үшін біз Ақтау қаласын мақтайықшы. Ақтау қаласы бұл өте әсем, керемет қалалардың бірі. Бұл жерге туристер өте көп келеді. Бір ерекшелігі Ақтау қаласының бұл Каспий теңіз жағалауында орналасқан. Өзінің әдемі, әсерлі, жылы табиғатымен ерекше бізге Ақтау қаласы. Өзіміз үнемі осы Каспий теңіз жағалауында серуендейміз. Сол жағымен енді Каспиймен ерекшеленеді біздің Ақтау қаласы. Біз енді бізге келгісі келетін жандарға қалай шақыра аламыз, өте қызықтырып? Барлық туристерді осы қала қонақтарын осы Ақтау қаласына шақырамыз. Ақтау қаласы өте әдемі қалалардың бірі. Бізге жаз мезгілінде көптеген қалалардан қонақтар, жаңағыдай туристер келіп жатады. Баршаңызды осы әсем қаламыздың қонағы болуға, Каспий теңізін өз көзіңізбен көріп серуендеуге шақырамыз. Керемет, енді қараңызшы, біздің сізге бір кішігірім қойғымыз келетін сұрақтарымыз бар. Ол Және сыйлығымыз да бар. Бір қысқаша біз сізге 3 сұрағымызды қойсақ, соған жауап беруге қалайсыз? Әрине. Қатты қинамаймыз, қазір жылдам сұрақ қоямын, жылдам жауап беруіңіз керек. Ақтауда демалудың 3 түрін атаңызшы. Қалай демалуға болады? 3 түрлі. Теңіз жағалауында демалуға болады. Парктерде демалуға болады бізде. Жаңа әртүрлі демалыс орындары көп қой негізі бізде. Сол жерлерге барып демалуға болады. Демалыс орындары енді мысалы Ақтау қаласынан сыртта да демалыс орындары бар, соларды айтып өтсек. Саяжайлар бар ғой енді біздерде, көптеген саяжайлар бар енді. Оның Әрқайсысын айтып тұрсақ, уақыт дейсіз ғой. Келесі сұрағын қоя берсең, Самал. Енді келесі сұрағым, жалпы жазда сізге мына теңізде жүргенде не маңызды? Ауа райы ма, теңіз бе, әлде көрсетілетін сервис па? Жалпы жазда бізге ауа райы әрине бірінші маңызды, ол жылы ауа райы. Және теңіз жағалауында орналасқан бірнеше нысандар маңызды. Және осы әдемі табиғаты, көріністер сол маңызды бізге. Керемет. Бәрекелді. Сізге көп-көп рахмет. Қобалжып тұрсыз, қысылып тұрсыз, қысылмаңыз. Қызыңызбен бірге тәттілермен шай ішіңіз деп біз сізге тәтті сыңғымыз келеді. Міне, осындай біздің Майкейк кондитерлік үй ұсынған осындай тәттілеріміз бар. Демеушіміздің атынан Рахмет үйіңізге сіздерге барып көп-көп. тәтті шай ішіп, міндетті түрде Ақтау Лайф бағдарламасынан тағы да күтеміз сіздерді. Рахмет. Біз қазір теңіз жағасында жүрміз, бұл жерде, Самал, білесің бе, біз келгеннен көзімізге түскен бұл мектеп оқушылардың саны өте көп мына жерде. Қазір мектеп бітіру уақыты да жақындап қалды, бірақ енді мен осы жерде бір нәрсе айтқым келіп тұр. Мысалы, мен мектеп бітірген кезде, бұл енді бірнеше жыл бұрын, тіпті ұмытып қалдым, 2014 жылдары деп айтайын. Сол жылы, 2010 жылы мен мектеп бітірдім. Сол кезде бізде теңіз жағасына барып суретке түстік, бірақ қазіргі мектеп бітіруші түлектердің осындай теңіз жағасында әдемі болып бірдей киініп алып фотосессия жасауы өте қызық. Сөйлеген әрине жақсы дегенмен қасымызда сол оқушылар соларға қарай келіп жатыр. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ма? Есімдеріңіз? Мирей, Нұржан. Қай мектептің оқушыларымыз? Горький. Горький? Форт-Шевченко қаласынан Форт Шевченко, алыстан қандай келіпті. керемет. Форт Шевченко қаласынан қош келдіңіздер дейміз. Нешінші сыныпты бітіріп жатсыңдар? 9 сынып. Керемет. Енді біз Маңғыстау телеарнасы Ақтау Лайф бағдарламасымыз жалпы осы теңіз жағалауында келген қонақтарымызбен тілдесіп, олардың көңіл күйін білеміз. Жалпы көңіл күй қалай? Жақсы, 9 бітіріп атқан соң енді көңіл күй жақсы болады ғой. Енді мен айтайыншы, мектепті бітіргеннен кейін олай ойламайсыңдар. Мектепті сағынасыңдар. Ол рас. Сөйтіп айтып отыр, бәрі. Өмірге аламыз да 9-дан шығамыз ба? 9. Жігіттер, бір ескерту жасайыншы, ренжімеңіздер. Біз тікелей эфирдеміз, телеарнадамыз.
иә біз енді Ендеше- қазір айта кетейік біздің жанымызда тұрған мектеп оқушылары Форт Шевченко қаласынан келген екен. Біз сіздерге сыйлығымыз бар, тәттілеріміз бар, бірақ Мен самал тәттіні құр бергім келіп тұрған жоқ. соны Тәттіні құр бергім келіп тұрған жоқ. Ендеше бір кішігірім тез ойын ойнасақ. Қалай қарайсыңдар? логикалық сұрақтар қойсақ қалай болады? Сұрақтарым бар. Жалпы жұмбақ деген заттарға қалайсыңдар жалпы? Миларыңды қозғауға Шешуге. кішкене. Қорқитын балалар жақсы ғой. Бәрі ондай шешіп тастайды ғой. Нақты ма? Нақты. Қазір жауап бере алмай ұят болмай ма? Болмайды. Шашпаймын. Самал мен Ендеше мен микрофон. бастайын. Аха, мен бастайын. Ақтөбеде біреу, Өскеменде жоқ, Алматыда екеу, Астанада көп. Ол не? Сен көрсетпе, ар жағында оның сыныптастары тұр. Қағазыңды көрсетпей тұр. Нақты. А әрпі. Мен онда тығып тұрайын кішкене. Тауық бір аяғымен тұрса 3 килограмм, екі аяғымен тұрса қанша килограмм? 3 килограмм. Бұл балдар неге сөздеріне жауап беретін сияқты. Біздікі болғанымен басқалар қолданатын нәрсе. Атымыз. Мен сұрақ дайындаған жерден бұларда негізі қараған сияқты. Ұзарған сайын қысқаратын не? Ой. Жоқ, тағы да ойланыңызшы. Ұзарған сайын қысқаратын. Тіл. Жоқ. Тіл ол ұзарған сайын ұзара береді. Жігіттер, асықпай ойланып алайық. Өйткені жаңа енді бірден сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер ғой. Енді сәл ойланып. Тағы да ойланың. Ұзарған сайын қысқаратын. Күн. Жоқ. Ал тағы бір соңғы рет бір айтыңызшы, ал үшеуің ақылдасып. Ақылдасып алдыңыздар. Қазір ұзарған сайын қысқарады дейді. Сіздер сыныптастарсыздар ғой, иә? Жоқ. Жарайды. Рұқсат берейік, иә? Ал не деп ойлайсыздар? Жас? Жалпы дұрыс, өмір. Жас. Ұзарған сайын қысқаратын ол жас. Және тағы да бір сұрақтарым бар. Енді бұл сұрақты енді жақсы жауаптарын табуларыңыз керек енді. Бәріміздің басымыздан өтетін зат. Үш жігітке қарап қояйық. Жеген сайын жылататын нәрсе не ол? Міне дұрыс, айтып отырмын ғой, бастан өткен нәрсе. Енді тағы бір... Жауабың қазір Самал. Жауабың қандай болды? Аяқ жеген сайын ба? Енді тағы бір сұрағымды қояйыншы енді. Мені ешкім түсінбейді, неге? Сіздер айтпаңыздар. Мені ешкім түсінбейді, неге? Сұрақ болады. Болады екен, Самал қояды екен ондай сұрақ. Неге? Жоқ, мен айтып тұрған жоқ, мұның бір жауабы бар. Мені ешкім түсінбейді, неге? Аха, әлеуметтік желілерде жауап беріп жатыр. Қазір бүйтейік жігіттер жоқ көре алады. Бұл жігіттер көре алмағанмен, бірақ мүмкіндік берейікші. Иә, мүмкіндік берейік. Бір көрсін ал, Маңғыстау жауаптарын. телеарнасы, Инстаграм желісін Инстаграмдарыңыз бар ғой? Инстаграмымызды ашайық. Қазір тікелей эфирде өздеріңізді көруге болады. Аша ғой, Маңғыстау tv.kz. Тіркелу, тіркелмеу тексермеймін. Бірақ тіркелу керек Тікелей боласыз. эфирімізге кіреміз. Бәлкім көрермендеріміз сіздерге көмектесіп болатын шығар. Қайтадан жаза ғой. Мынаны жақындата ғой. Неге шықпай тұр? Маңғыстау Ньюс. Жоқ, Маңғыстау ТВ. Сіздің телефоныңыздан шықпай тұр. Апай сіздерде жоқ па? Инстаграм ашып бере қойсаңыз. Өйткені бізге айтып жатыр сол жердегі пікірге жазып жатыр бұл сұрақтың жауабын. Әлеуметтік желіде қазір тікелей эфирде сіздерді қазір бәрі көріп тұр. Мүмкін тағы да бір ойланайықшы. Енді ешкім түсінбейді. Неге? Ромын айтайын ба өзім? Иә, айта ғой, қинамайық. Жақсы, енді бұл соңғы сұрағым болған. Мені ешкім түсінбейді. Неге? Өйткені ол ешкі. Мені ешкім түсінбейді. Өйткені ол ешкі адам түсінбейді. Оны ешкісі түсінбеген. Ешкі түсінбейді. Мені ешкім, үйімдегі ешкім түсінбейді. Сөйлем сондай болған. Енді жоқ, Горький мектебінің балдары жаңа айтқан өздерінің сөздеріне жауап бере алды. Шынын айтайық. Біраз сұрағымызға жауап берді. Сондықтан менің ойымша біздің Димушымыз ұсынған майкек тәттілерін алуға әбден лайықты секілді. Мен әзір бергім келіп тұрған жоқ. Көп ұстамайық енді. Иә. Бізді көріп отырған көрермен жан жақтан болуы мүмкін. Иә, ол тек қана Ақтау қаласының емес, өздеріңіз сияқты басқа аудандардан болуы мүмкін. Қалалардан да болуы мүмкін. Иә, қалалардан. Біздің Ақтауға жарнама жасайықшы. Кім айтып береді? Біздің Ақтау сондай әдемі деп айтуға да келеді. Теңізіміз бар. Бозжырамыз бар.
қыдыратын жері бар. Қыдыратын жер бар сосын. Әдемі етіп жасайық жарнаманы. Мына жарнамаға ешкім келмейді. Иә. Әдемі, кәм, Өтпей жатыр ойланып, жарнамаңыз. асықпай, мықтылап. Қазір. Ана айтам дейді ғой, дайын тұрмын. Айт. Ол кеште тоңып тұрған сияқты. Қалай жігіттер, бір сөзбен Ақтауға келіңіздер. Ақтауға одан артық жарнама керегі жоқ енді. Ақтауға Иә. келіңіздер. Ақтауда көрмепсің, өмірді сүрмепсің. Біздің жастарымыз осылай. Енді бұл енді кішкене Әбіштің сөзін өзгерткен түрлері ғой енді. Иә, Әбіш атамыздың. Көзің барда Маңғыстауды көріп қал деген. көріп қал. Мына тәттілер сіздерге Майкейк кондитерлік үйі ұсынған тәттілер. Бұнда біздің логотипіміз Ақтау Лайф логотипі бейнеленген. Енді сіздер жастарсыздар, мүмкін сіздер сыныптастарыңызбен бірге фото жасайсыздар ма, білмеймін, жеп дәмін көріп отырып, әйтеуір Инстаграмға видео салғандарыңызды күтеміз. Және Майкейк белгілеңіздер. пен Маңғыстау арнасының ала ғой. Енді жігіттер бұны енді қазір жеп тұрсаңдар енді фортқа дейін шығамайды ма? Рахмет, сол. Үй бар ғой, Ақтауда үй бар ғой. Сыныптастарың шақырып, өздерің күшті қылып шай ішесіңдер ғой. Апайларыңыз береміз деп жатыр. Ортаға келе қойыңыз. Апайларыңызды да, ұстаздарыңызды әңгімеге тартайық. Келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Неше сынымда бері ұстаз? 8. 8, бір жыл шаршатып болсыз. Шаршатқан жоқ па? Енді бізді көріп отырған көрерменге тілектеріңіз немесе өз ойларыңыз, қазір Ақтау қаласына арнайы келдіңіздер, иә? Фотосессия жасауға, Ақтауға біз жарнама жасауымыз келеді, бізді көріп отырған көрерменге. Қалай жарнама жасаймыз? Балдарыңыз қысқа қайырды тек. Өзіңізден күтіп тұрып. Қысқа қайрат. Енді сіз апайы болғаннан кейін бір әдемілеп, бір нақышына келтіріп бір айтсаңызшы. Иә, енді біз Ақтау қаласын мақтайық, бізді көріп отырған көрерменге. Ақтауға келетін қонақтарымызға, осындай өзіміздің әсем қаламызға, әдемі қаламызға шақырамыз бәріңізді. Келіңіздер, көріңіздер, жазда тіпті әдемі қаламыз, теңіз бар. Бәріңіз шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер, және біз сияқты Венетке түсіңіздер. Ол міндетті түрде. Жақсы, рахмет, көп ұстамаймыз. Форт Шевченко қаласына аман есен жетіп алыңыздар, және біздің тәттімен шай ішуді ұмытпаңыздар. Жаңағы айтқан әлеуметтік желіге белгілеуді ұмытпаңыздар. Иә, дәл қазір бұл жерде күн бұлттанып тұрған сияқты, иә? Енді кеш Бірақ болды, жаңбыр күн жаумайтын бұлттанып тұр шығар. дегенмен жаңағы оқушыларымыз көңілімізді біраз көтерді. Біз бірден әңгімеге тартайықшы, апамызды ортаға алып. Қалайсыз? Барлы кеш, амансыз ба? Ақтау Ақтау қаласы тұрғынсыз ба? Жоқ. Қай қаладан келдіңіз? Бүгін біздің қаламызда қонақтар өте көп екен. Қандай себеппен келіп қалдыңыз, апа? Баламыз фотоға түсіруге. Жаңағы шәкірттеріміздің ата-анасының бірісіз ғой. Ақтау қалай? Ақтау өте тамаша қала. Тамаша. Керемет, әдемі, көрікті. Ең Қазақстанда ең көрікті жер десек те болады. Қай жерге барып үлгердіңіздер? Фотостудияда фотоға түстік. Теңіз жағалауында түстік. Әдемі жерлерде. Енді Форт Шевченко қаласында да теңіз бар ғой. Десе де сіздер Ақтау қаласына келдіңіздер. Бұл жерде енді бір теңіз болғанымен жағасы әртүрлі болғаннан кейін әдемі жерде суретке түсуді жоспарладыңыздар ғой. Енді апа айтыңызшы, жалпы біздің өлкеміз қазіргі таңда туристік жағынан, яғни туристер көп болу жағынан қазір алдыңғы қатарға шығып келе жатыр, иә. Біздің көрікті жерлеріміз қаншама, соның біз бір мақтанып айта кетейікші, біз мақтанатын нәрсе ғой, өйткені өзіміз де әлеуметтік желіге бір ауылға бара қалсақ, бір фото салсақ, бір видео салсақ, бұл қай жер дейтін жандар өте көп. Енді жалпы былай әріптесімнің сөзін қорытындылайыншы енді. Енді жалпы Ақтау деген қалаға жарнаманың керегі жоқ, дегенмен жарнама ешқашан артықтық етпейді ғой. Жаңа сіздің балдарыңызбен, мұғалімдеріңізбен тілдесіп көрдік, енді ол кісілер бір қайрады екен. Олар тек қаланы айтты, ал біз облыс бойынша айтайықшы. Сіз өзіңіз бір айтсаңыз. Облыс бойынша болғанда енді Маңғыстаудың жері сірә тарихи жер ғой. Енді Түпқарағаннан бастағанда бер жағында Тамшалы бар. Иә. Бер жағында Қанға деген жер бар. Бозжыра бар.
көптеген жерлер баршылық. иә Енді Ақтау сірә облысымыздың орталығы өте әдемі, жас қала, әдемі қала. Туристерді көп келуіне шақырамын, осы жаққа демалуына. Теңіздің ауасы қандай керемет. Бүкіл Қазақстанның халқын Ақтауға шақырамын, Маңғыстауға шақырамын. иә рас апа, айта кеттіңіз ғой, енді бізде тамшалы деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы біз өзіміз осы облыста тұрсақ та қаншама жерде әлі көріп үлгерген жоқпыз, иә, расымен де. Сондықтан біздің өз өлкеміздің адамдары да оның барлығы көру керек. Сізге осындай тәттіміз бар, біздің демеушіміз ұсынған. Үйге барып, енді қазір күн салқын болып тұр, үйге барып жып-жылы болып шай ішіңіз дейміз. Ыстықтай шай ішесіз ғой ана. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз, Сізге де сізге де. рахмет. Ақтауға жарнаманы өлтіріп жібердіңіз апа. Шынымен. Рахмет апа, көп сау болыңыз. Иә, әумин, айтқаныңыз келсін. Иә, қымбатты көрермен, дәл қазір теңіз жағалауында ауа райы салқындап келе жатыр, иә. Саламатсыз ба? Келе жатыр, саламатсыз ба? Қалайсыз? Қайырлы кеш, амансыз ба? Аман. Өзім істеймін. Есімің? Нұржасыпат есімім. Жасың нешеде? 15-те. 15-те. Жалпы өзі Ақтау қаласының тұрғынысың ба? Иә. Керемет. Енді жаңадан бері айтып жатырық, дала салқын. Мына шынымды айтсақ, кездескен адамдардың көңіл күйімен жылынып жатырық біз. Иә. Сондай көңіл күйді бере аласың ба сен тағы? Иә, бере аламын. Бере аласың ба? Онда бір ойнап көрсек, себебі біздің арнайы тәттіміз бар, бірақ тәттіні біз құр бермейміз. Ойнап көрейік. Иә, бүгін енді ер бала болғаннан кейін, иә, қазір біз теңіз жағалауындамыз ғой. Сөзге тартып тұрмыз, бір біздің көріп отырған көрермен бір қызығатындай әңгіме өрбітсек, иә. Енді қара, ойнайық, мен шартын түсіндірейін. Бізде мынандай ойын қазір. Мен ешқашан деген ойын. Мен қазір бір өзіміздің өмірдегі күнделікті істейтін факттерді айтамын. Егер сен ешқашан оны істемесең, саусағыңды бүгесің. Иә, саусағыңды бүгесің, мен де бүгем, екеуміз бірге бүгеміз. Егер соңында кімнің саусағы көп болады, сол жеңімпаз болады да, майкекті алып кетеді. Жақсы ма? Естіп пе? Неше ойынымызды бастайық. Так, біріншісі, мен ешқашан мультфильм кейіпкеріне қызыққан емеспін. Қызыққан жоқсың ба не? Иә. Ой. Бэтмен, Супермен бірден көрдің бе? Қызыққан жоқсың ба? Қай ауылда? Жармышта. Жармышта. Неше? Біз жақында микрофонды. Аралбайға келдіңіздер ма? Иә, жақында ғана біз Жармышта болдық. Ол жақтың сарқырамасында болдық, өзіңіз айтып тұрған Аралбай сарқырамасында болдық. Енді Самал, мен осы жерде бір нәрсе айта кетейінші. Сіздің өзіңіздің яхтыңыз бар, иә? Иә. Жаңағында біліп қалып жатыр. Ағамдікі. Яғни сіз теңізде келген, осы біздің қалаға келген қонақтарды, қала тұрғындарын сол яхтымен көп қыдыртасыз ғой. Ең нағыз қызықты сәттерді өткізетін, қызықты сәттерді көрсететін сізсіз. Сізге қаншалықты туристер көп келеді басқа жақтан, соны айтайықшы сол туралы. Басқа жақтан енді андай Қытайлар ма келеді, сосын көрші елдерден келеді, заттардан. Жалпы андай көбінесе скоростной катерлерді сол зат Дагестан жақтардан сатып алады ғой. Енді жалпы өзіңе айтатын шығар бұл, енді тілін сөйлесің олардың. Жоқ. Қалай Тілін сөйлесесің? сөйлесең де енді Переводчикпен. переводчикке не дейді олар Ақтау қаласы, не үшін келеді екен Ақтау қаласына? Осы теңіз үшін келеді, сосын андай даладағы зат андай бозжыра. Туристік аймақтарды көруге дейсіз ғой. Көрдің ба, шетелдің өзінен біздің Ақтау қаламызға туристер ағылады. Өзің барда Маңғыстауды көріп қалды. Бұл кімнің сөзі? Әбіш Кекілбаев. Әне, енді айтып жатырсыз ғой, әртүрлі туристер келеді деп. Ең көп келетін қай елден? Қытайлар көп келеді, Қытайлар. Не себепті деп сұрақ көрдіңіз ба? Сол затқа зерттеу үшін. Тауларды, Оларға теңіз. тау, біздің таулар өте қызық, иә? Біз былай қарай жүрсек. Енді теңіз, яхта деп жатырмыз, иә? Дәл осындай ауа райында қаншалықты яхтамен шығу қорқынышты емес? Біз қорықпаймыз ешкімді. Сенімділікпен ғой. Жалпы дегенмен де қауіпті шығар мұндай ауа райында шыққан. Иә, бір ауа райында шықпайтын кездер болатын шығар. Жоқ, андай қатты толқын кезде, жаңбыр кезде шығуға болмайды. Тағы қай кезде шығуға болмайды?
сондай кездер ғой басқа кездерде қолайлы ғой. Қолайлы, иә. Енді жалпы күн жылынған кезде бастайсыздар ғой ол кезді, иә? Яхтамен шығу, және біздер көріп тұрдық, жаңа біз келген кезде де күн жел болса да яхтамен қыдырып жатқан жандар болды. Бұл ешқандай да қорқынышты емес, иә, егер жай айдаса. Енді Самал, өзің ойыныңды жалғастыра берсең, өйткені мен енді сөздеріңізді бөліп қалдым. Байқасаң әлі саусағым біліп енді тек біріншісі жаңа мен ешқашан мультфильмде кейіпкерге қызыққан емеспін дедік қой. Сен саусағыңды бүктің, қызыққан жоқсың. Мен негізі әлі сеніп тұрған жоқпын. Ауыл баласы мүмкін мультфильм көретін уақыты жоқ шығар. Мен құттайымнан атқа мініп қора тазалап сөйткен балам. Мультфильм қарау уақыт болған жоқ. Тағы тағы да бір екеуін қойып көрейінші. Мен ешқашан Гуглдан өзімнің атымның мағынасын іздеген жоқпын. Ол жерде бүкпейт сияқтысың енді. Іздедің ғой? Так, және соңғы сұрақты қояйыншы. Мен ештеңе бала кезімде де жалпы ештеңе ұрлаған жоқпын. Нақты. Кәмпит, ондай бірден ештеңе. Біреудің ала жүрсін аттамай. Енді кәмпитті жалпы ұрлауды ала жіп таттау емес қой. Жоқ енді. Біреудің тауып отқан заты ол нәпақасы ғой. Енді мейлі ұрламаған шығарсың менде. Иә, біз Самал, осы жерде енді біз есіміңізді ұмытып қалып тұрмыз. Нұржас. Иә, есіміңіздің өзі де әдемі екен. Көп рахмет айтамыз біз. Біздің қаламызды біз енді бағдарлама басталғалы, жалпы бұл бағдарлама арқылы біз Ақтауға келетін жандарды біз таныстыру, келген жандармен сөйлесу, оған біздің қала ұнап жатыр ма, иә? Олардың эмоциясын білу, және сіз де дәл сондай эмоцияны сыйлайтын жандардың бірісіз. Сондықтан сізге көп рахмет айтамыз, және қазір біздің редакторымыз бізге сыйлық ұсынатын кофейнядан сізге өзіңізге, біз енді қолымызға алып келіп тұрған жоқпыз, өйткені суып қалады, иә. Мына жерде теңіз жағалауында операторымыз көрсетіп жіберсе, кофейня орналасқан. Сол жақтан біздің редакторымыз қазір сізге ыстық кофе алып беретін болады. Иә, енді біз сол жерге бірге барайық, иә, Самал? Жүріңіздер, өзіңізбен бірге барайық. Біздің демеушіміз дәл осы теңіздің қақ ортасында орналасқан кофейня. Ол жерден қазір сізге өзіңіз қалаған ыстық кофені сіз қолыңызды жібере берсеңіз. Әлі санап тұр, бұл әлі ойнағысы келіп тұр. Енді онда Самал логикалық сұрақтармен, біз жолымыз әлі ұзақтау ғой, сондықтан логикалық сұрақтармен ойнатып алсақ, әлде сұрақтар қоясың ба? Сенде сұрақтар негізі? Енді шынымен рахмет айтамыз саған, Нұржас. Себебі Ақтау қаламыздың туризмін дамытуға тікелей үлес қосып жүрген адамдардың бірі бұл. Егер дәл осындай катерлер болмаса, біздің туризм мысалға әрине дамиды, дегенмен сендердің арқаларыңда ерекше дамып жатыр. Үлкен рахмет айтамын. Мынау сіздің яхтаңыз, иә? Нұржас, онда біз сіздің сөзіңізді алсақ бола ма? Келесі кезекте Ақтау Лайф бағдарламасының тікелей эфирінде мүмкін біз сіздің яхтаңызда қыдырып қалармыз. Келіңіздер, күтіп аламын. Қандай? Енді жазып аламыз, ертең көрсеткен кезде мен олай айтқан жоқпын. Монтаж деп тұр ма? Енді ақшасын берсеңіздер. Жарайды. Енді біз қазір көрермендерге көрсете кетейік, бұл жерде әдемі теңіз жағалауында яхталар орналасқан, бірнеше яхта бар. Әрине тегін емес десе де, бағасы да, Самал, сен өзің білесің ғой, бағасы қатты қымбат емес, иә? Сіздерге жол берсем, өте беріңіздер. Қазір біз кофе алатын боламыз ол жерден. Біздің теңіздің жағасында, теңіздің ортасында деп айтайықшы, иә, Самал? Иә. Жақында ғана ашылған бұл кофейня. Біздің өзімізге қызық, өте ерекше, теңіздің ортасында тұр себебі, да? Әдемі. Өте керемет жерде орналасқан. Теңіздің түсі де бүгін ерекше байқадың ба, Самал? Жалпы Нұржас, қандай кофе жақсы көресің? Латте ғой, латте. Латте ма? Латте. Мен де сол кофені жақсы көрем. Ана яхтада әдемі әнмен келе жатқан сияқты. Ақтауда досым бар, менің Ақтауда деген ән кетіп жатыр. Жүре қойыңыз. Мына жер шынымен қорқынышты, иә? Теңіздің үсті болғаннан кейін бе? Біз көрсете кетейікші. Бұл жерде қараш, табиғатты қараш, теңізді қараш, Гүлзада. Күшті, әдемі. Біз енді қазір Нұржасқа өзімен бірге келіп, кофені өзі таңдасын деп бірге алып келе жатырмыз. Енді өте қазір керемет
ауа райы да бұлтты болғанымен қатты суық емес, иә? Сіздер Бұлтты болды, басында тоңдық, бірақ осындай жалпы иә кісілер біздің көңілімізді біраз сұхбаттасқан кезде шынымен көңіл күйді көтеріп, біз келіп те қалған секілдіміз. Неше Нұржас, алға жүрсен. ішіне кіре берейік па? Операторды өткізіп жіберсек, Самал. Вау, сәлеметсіз бе? Қош көрдік. Біз жеңімпазымызды алып келдік, кофені өзі таңдасын деп. Айта ғой. Нұржас, ұнайтын кофең бар еді ғой? Қайсысы? Латте? Қайсысы? С шығу екен, М? Неше айтшы ішінде өзі? Айта бер, қысылма. Латте, Біз айтайық. керек емес. Мына жердегі атмосфераны айта кетейікші, Самал. Бөлек. Иә. Расымен. Шынымен де бұның іші кәдімгідей әдемі маған ұнап тұр. Мен бірінші рет келіп тұрмын, Самал. Нұржас, біз отыра қойып. Тапсырысыңды бердің ғой? Бердің ең басты. Онда біз бұл жердегі әдемілікті, қай жерде? Есік осында екен. Мына жердегі әдемілікті біз көрерменімізге көрсете кетсек, сәлеметсіздер ме? Демалыстарыңыз. Қайырлы кеш. Кофелеріңіз тәтті болсын. Самал, қарашы мұнда атмосфера қандай? Керемет, өте керемет. Бұл жердің мен бірінші рет келіп тұрмын. Енді көріп жүрміз ғой. Бірақ өте әдемі екен. Қазір бұл жерге Нұржастың тапсырысы келетін болады. Ал біз мұнда отырған апалармен сұхбаттассақ. Иә, сұхбаттасақ. Сіз кофеңізді әзірге күте тұрыңыз деймін ба? Қандай? Қандай керемет! Қайырлы кеш, қалайсыздар? Амансыздар ма? Ақтауда менің досым бар. Күшті. Керемет. Супер, иә, керемет. Ақтау қаласының тұрғындарысыз ба? Иә. Керемет. Теңіз жағасында отырып, достарымыз, құрдаспыз. Біздер ма? Қайынсыңнан досым аралас. Отбасыңызбен отырсыңыз барлығы. Иә. Көңіл күй қалай? Күшті, керемет. Жел, ештеңе жоқ. Жоқ, күшті болып кетті ғой, біз келіп едік. Елдің бәрі шығарып келді. Сіздің көңіл күйлеріңізден көрініп тұр негізі бүгін. Күшті екен барлығы. Рахмет, ас болсын. Мына жақтағы атмосфера маған ұнап жатыр, Самал. Маған да ұнап жатыр. Нұржаспен бірге мен де кофе беретін сияқтымын. Солай ма? Нұржас, кофесі қалай екен? Өте дәмді екен. Бұл жақтағы атмосфера, жалпы кешкі атмосфера өте керемет. Біз айта кетейік, бізді көріп отырған көрерменге мұнда мейлі күн салқын болса да, мейлі күн бұлтты болса да, ешқандай да көңілді түсірмейді. Өйткені теңіздің жағасында таза ауа. Гүлзада, мен де кофе қала бердім. Менің де тілегім бірден қабыл болған сияқты. Міне мен қолымда кофе. Онда сіздер Нұржаспен бірге отырып, кішкене кофенің дәмін біз де көрейік. Иә, мен енді онда сіздер кофе ішіп отырсаңыздар, дәмін де айта кеттіңіздер. Дәмі қалай? Бөлек екен. Расымен бөлек екен, келісем. Өте бөлек дәмі. Мен жаңа айтып жатырмын ғой, Самал. Бұл жердегі атмосфера мүлде бөлек деп. Өйткені көңіл күйің болмаған сәтте, шаршаған сәтте, теңіздің жағасында отырып серуендеген, теңіздің жағасында отырып тамақтанған, ол мүлде басқа. Әрине. Мына көріністің өзі бөлек. Қолыңда кофемен, қасыңда Нұржас болса, теңіз мына жаққа қарап тұрса, одан асқан не керек, Иә. Иә, біздің Нұржас ұялып отырған сияқты. Десе де біз көрерменге айта кетейік, біз қазір теңіз жағасындамыз. Бұл жердегі кофейняда отырмыз, және біздің қаламызға келетін кез келген жан осында келіп, қыдырып, әртүрлі катерлерге мінуге болады, тек қана серуендеп қана қоймай, бұл жердегі атмосфераны сезіну керек. Байқайсың ба, Самал, біз мына жерге келгеннен кейін тыныштық, біздің ойымыз да бір
әрине басқаша болып кеткен сияқты тіршіліктен тып-тыныш. демалып сенбі күні осындай теңіздің жағалауында бізбен бірге шай ішіп қойып ешкімге не жетсін деймін. иә мына жерде мен жаңа біз ар жақта жүрген кезде көңіл күйіміз Гүлзада саған да кофе келді. о қандай керемет, рахмет көп қараңыздар. Сен ағылшынша оқи аласың ғой, Самал, айтшы, әдемілеп дұрыстап оқып бұл кофейняның атын. Тикуэра дейтін Иә. кафе, кофейня. Кофейня. Көп рахмет айтамыз. Біз енді жаңа ар жақта жүрген кезде біздің даусымыз да, біздің көңіл күйіміз де басқаша болып еді, иә, мен соны айтқым келіп тұр. Біз сондай қатты сөйлеп, иә, даусымыз да қатты шығып, ал бұл жерге келген кезде мүмкін тыныштықтан шығар. Біздің даусымыз да, мен өзімден байқап тұрғаным, өте күшті атмосферада тұрмын. Және дәл осындай вайбта біз бағдарламамызды аяқтасақ, әр сенбі сайын теңіз жағасында тікелей эфирде Ақтау лайф бағдарламасы өздеріңізбен бірге қауышамыз. Иә, Гүлзада, құрметті көрермен, әр сенбінің кешінде сағат 19:00-де 4-ші шағын аудан теңіз жағалауында біз сіздерді күтеміз. Біз сіздерге көңіл күйлеріңізді көтеріп, керемет сыйлықтарымызды беріп, және дәл осы кофейнядан бірге бәлкім кофе де ішіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан да арнамыздан асырамаңыздар. Әр сенбі осы уақытта біз сіздерді теңіз жағалауында күтеміз.